Күн жарық болсын оқырман, сіздермен бірге сіз білесіз байдары. Бүгін біз н мен ң дыбыстары бар жұп сөздердің мағыналарына тоқталатын боламыз. Аян, аяң. Аян адамның аты және белгілі деген мағынаны білдіреді. Сонымен қатар, алдағы болатын оқиғалардың адам түсіне енуін айтады. Ал аяң ағаштан жасалған ыдыс. Мен, мен. Мен жіктік жалғауының бірінші жағы, ал мен родинка. Көбі менмен қалды шатастырып жатады. Қал родиная пятно. Сен, сең. Сен жіктік жалғауының екінші жағы, ал сең мұздың еріген бөлігі. Кен, кең. Кен қазба байлық шығатын жер, ал кең дегеніміз сын есім. Ен, ең. Ен өлшем бірлік, яғни үстелдің ені қанша. Ал ең самый дегенді білдіреді. Өз ана тілімізде таза сөйлейік.